Құрметті білім алушылар, сіздерге назарларыңызға интерьерлерді көгалдандыру пәнінен 4-ші дәріс тақырыбы интерьерлер жағдайларында өсімдіктерді тыңайту және үстеп қоректендіру ұсынылады. Дәрістің мақсаты жабық топырақтағы өсімдіктерге арналған тыңайтқыштардың түрлерімен танысу, өсімдіктерді үстеп қоректендіру дағдыларын игеру. Қоректендірудің шектеулі мөлшерінде сәндік бөлме өсімдіктері жерді күшті тоздырады, сондықтан олардың сәтті өсуі мен гүлденуі үшін қосымша тыңайтқыштар енгізу қажет. Осы кезеңде өсімдікке қандай қоректік заттар қажет екеніне байланысты макро және микроэлементтердің толық жиынтығы бар тыңайтқыштардың жекелеген түрлерімен, олардың қоспаларымен, сондай-ақ органикалық тыңайтқыштармен үстеп қоректендіру қолданылады. Органикалық тыңайтқыштар әдетте субстратты дайындау кезінде қолданылады. Олар минералдыларға қарағанда баяу әсер етеді, бірақ жерді қарашірікпен байытады, оның құрылымын жақсартады. Ол үшін қарашірік, құс саңғырағы, вермикомпост, мүйіз жоңқалары, сүйек және қан ұны қолданылады. Сондай-ақ сатылымда өсімдіктерді үстеп қоректендіру үшін қолданылатын сұйық органикалық тыңайтқыштар бар. Мұндай тыңайтқыштардың құрамында азот, фосфор және калийдің басқа көмек қышқылдары бар. Олар өсімдіктердің тыныс алу және тамыр түзілу процесіне пайдалы әсер етеді. Олардың аурулар мен зиянкестерге төзімділігін арттырады. Органикалық тыңайтқыштарды бөлме өсімдіктерінің белсенді өсуі мен гүлденуі кезінде ғана қолдануға болады. Минералды тыңайтқыштар әдетте синтетикалық жолмен алынады. Минералды тыңайтқыштарда өсімдікке қажетті қоректік заттар бейорганикалық қосылыстар негізінен тұздар түрінде болады. Минералды тыңайтқыштар қатты, ұнтақ, түйіршікті және сұйық болып бөлінеді. Құрамындағы негізгі қоректік элемент бойынша азот, фосфор және калий тыңайтқыштары ажыратылады. Негізгі элементтер азот, фосфор және калий тыңайтқыштарда түрлі қатынастарда болады. Нәтижесінде құрамына байланысты 2 немесе 3 компонентті қосылыстар пайда болады. Құрамында бір емес бірнеше қоректік заттар бар минералды тыңайтқыштар күрделі деп аталады. Олар түйіршікті, ұнтақ немесе сұйық түрінде шығарылады. Әр тыңайтқыштағы қоректік заттардың қатынасы әдетте қаптамада көрсетіледі. Үстеп қоректендіруді сұйық немесе құрғақ тыңайтқыштармен жасауға болады. Сұйық үстеп қоректендіру суда еріген минералды тыңайтқыштардың немесе осы тыңайтқыштардың сұйық концентраттарының көмегімен жүзеге асырылады. Құрғақ үстеп қоректендірушілер түйіршіктер немесе кристалдар түріндегі тұздардың қоспасы және тікелей топыраққа енгізіледі. Тыңайтқыштарды қолдану әдісіне байланысты тамыр және тамырдан тыс үстеп қоректендіру ажыратылады. Тамырлы үстеп қоректендіру өсімдікке тамыр арқылы қоректенудің ең көп таралған әдісі. Мұндай үстеп қоректендіру үшін көбінесе күрделі тыңайтқыштар қолданылады. Тамырдан тыс үстеп қоректендіру өсімдіктерді жарықтары мен сабақтар арқылы қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Бұл үстеп қоректендіруді алдын ала сумен сұйылтылған тыңайтқышты бүрку арқылы жүзеге асырады. Ол жерге енгізілген тыңайтқыштарды алмастырылмайды, бірақ өсімдіктердің бүкіл күтім кешеніне қосымша әдіс болып табылады. Бөлме өсімдіктерді үстеп қоректендіру кезінде келесі ережелерді басшылыққа алу керек. Шамадан тыс тыңайтқыштарды енгізу өсімдіктерге зиян тигізеді. Әлі тамырланбаған, ауру немесе тыныштық күйде жатқан өсімдіктерді тыңайтуға болмайды. Тек өсу кезеңіндегі сау өсімдіктер тыңайтылады. Жарық жетіспейтін өсімдіктер аз тыңайтылады. Қоректік заттар толық көлемде пайдаланылмайды және жер тұзданады. Ыстық ауа райында өсімдіктерді тыңайтуға болмайды. Тыңайтқыштардың жапырақтар мен сабақтарға түсуіне жол бермеу керек. Тамырдан тыс үстеп қоректендіруді қолданудан басқа. Жас өсімдіктер үшін тыңайтқыштардың концентрациясы азайтылады. Тұзға сезімтал өсімдіктер, орхидеялар, папоротниктер, басқалар сондай-ақ төмен концентрациядағы ерітінділермен үстеп қоректендіріледі. Өсудің түрлі кезеңдерінде өсімдіктерге түрлі элементтер қажет. Вегетацияның басында азот тыңайтқыштар немесе азот мөлшері көп қоспалар, гүлшанақтардың пайда болуы мен дамуы кезінде
фосфор мен калий қажет. Тыңайтқыштар енгізу жиілігі жылдың уақытына, өсімдіктің қажеттілігіне, түріне және өлшеміне, субстраттың көлемі мен құрамына байланысты аптасына бір реттен айына бір ретке дейін ауытқиды. Тыныштық кезеңде емес гүлденбейтін өсімдіктерді қыста әдетте айына бір рет тыңайтылады. Белсенді өсу кезеңінде өсімдіктер айына 2 рет, тез өсетін өсімдіктер аптасына 1 рет, баяу өсетін өсімдіктер айына 1 рет тыңайтылады. Тыңайтқышты қолданар алдында топырақты міндетті түрде суару керек. Бөлме өсімдіктеріне арналған сұйық тыңайтқыштарды құрғақ жерге енгізуге болмайды. Бұл тамыр жүйесінің күйіп қалуына әкелуі мүмкін. Тыңайтқыштар қаптамада жазылған нұсқауларға сәйкес сумен араластырылады және енгізіледі. Назарларыңызға рахмет.